Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге каналымда осындай өте әдемі және дәмді капкейктер жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге керегі 2 жұмыртқа, 2 дана жұмыртқамызды жарып алып, оған бетіне секерімізді салып, осылай венчиктің көмегімен секерлеріміз толықтай араластырып аламыз ерігенше. Сүтімізді құямыз, одан кейін біздер күнбағыс майын құятын боламыз. Айта кететін жағдай, өнімдеріміз қандай температурада болса да маңызды емес. Одан кейін електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды қосып, осы араластырып алып, 3-ке бөліп, венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Толықтай салып жібермеңіздер. Осылай 3-ке бөліп отырып араластырсаңыздар, біздің тестіміз өте жұмсақ және бәрі бірге араласып жақсы болады. Осы аралықта пешімізді қыздырып 180 градуста 35-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне біздің капкейктеріміздің тестісі дайын болды. Енді менде осындай формаларға салып алатын боламын. Міндетті емес, силиконовый формада да пісірулеріңізге болады. Айта кететіндей, бұл капкейктерді осылай ішіне салған кезде толтырмай қақ ортасына дейін келтіретіндей етіп салыңыздар. Ол піскен кезде көтерілетін болады. Мөлшерінен тыс құятын болсаңыздар тасып кетеді. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай капкейктеріміз толығымен пісті. Суытып аламыз. Одан кейін сливкемізға қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Аздап қоюлана бастаған кезде творожный сырымызды қосып кремімізді дайындап алатын боламыз. Міне біздің кремдеріміз қоюлана бастады. Өзінің қалпын ұстап тұратындай, ыдыстан түспейтіндей қою крем пайда болды. Енді осылай насадкамызды салып, кондитерский мешогымызға салып, енді капкейктарымызды әсемдейміз. Міне, мен видеода көрсеткендей, мен осылай әсемдеп жатырмын. Менде осындай насадка. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиындығы жоқ. Өте оңай жасалады. Кремдарымызда көріп тұрғандарыңыздай өте керемет. Сапасы өте жақсы. Осылайша толықтай капкейктарымыздың бәрін креммен әсемдеп шығатын боламыз. Неке ең алғаш жасап жатқан адамдар болса, міне жақыннан сіздерге көрсетейін. Өте оңай жасалады. Міне толықтай капкейктарымыздың барлығын креммен әсемдеп шықтым. Менде 14 штук капкейк шықты. Енді оларды өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады. Клубникамен, немесе шиемен. Менде ондай болмады. Менде осындай съедобный, яғни жеуге арналған әдемілік үшін моншақ тастар бар. Осылармен әдемілеп шықтым. Сол кезде біздің капкейктарымыз одан да әдемі болып көрінетін болады. Үй жағдайында қонаққа қоюға, болмаса сатсаңыздар да болады, кәсіп жасап. Сондықтан менің рецептіммен дайындап көріңіздер міндетті түрде. Өте әдемі және дәмді капкейктарды.
Менің каналыма тіркеліп, видеоларды толықтай көргендеріңізге рахмет. Комментария жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айым. Келесі кездескенше.